Атақ даңқы алты алашқа жайылып, әулиетанған қасиет иесі Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Мәшһүр Жүсіп бір күні Баян ауылға бармақ болып, жанына баласы Шарафиддин мен сүйікті немересі Төлеубайды ертіп, ат арбасына атын жегіп жолға шығады. Бозбай деген жерден аса бергенде немересі: «Шөлдедім» десе керек. Сонда Мәшһүр Жүсіп: «Алдымызда тұрған бір үйге барайық. Сонда сендерді бір ауқаттандырып алайын», деп өзі бастап бір иіс үйге алып келеді. Үйге тақай бергенде 12-13 жасар немересі Төлеубай: «Ата, біздің алып шыққан тамағымыз жоқ қой», дейді. «Қазір не көрсеңдер де үндемеңдер, ештеңе сұрамаңдар. Асықпай, әлденіп алып, сапарымызды жалғастырамыз», деп Мәшһүр Жүсіп төбесі құлаған 2 бөлмелі үйге алып кіреді. Өзі бірінші кіріп, жерге жайғасып отырады. Атын байлап, соңынан балалар да кіреді. Сол уақытта атамыз бір дұғаны оқи бастайды. Кенет өзінен өзі алдарына дастархан жайылады. Ұстап келе жатқан тірі жан көрінбесе де, ет салынған табақ, түрлі түсті тағамдарға толы ыдыстар келіп, дастарханға қойылады. Атамыз жақсы көретін өрік мейіз де бар. Шай құйылған кеселер келіп, босаған ыдыстар жоғары көтеріліп, ауамен қалқып, есіктен шығып кете береді. Олардың қайдан келіп, қайда кетіп жатқанын түсінбеген Төлеубайдан қорқып, дұрыс тамақтан алмай отырған сезген Мәшһүр Жүсіп: «Қорықпай ішіп жеп, тойып алыңдар», деп көңілі қалаған жеп отыра береді. Тамақтанып алған соң, Мәшһүр Жүсіп тағы бір қысқа дұғаны оқығанда, алдарында жайылып отырған дастархан көзден ғайып болады. Мәшһүр Жүсіп балаларын ертіп жолға шығады. «Жолшыбай, жаңа ештеңеге ұқпаған боларсыңдар. Бізді тамақтандырған жын-перілер ғой», дейді. Мәшһүр Жүсіптің жын-перілерді өз ырқына көндіріп, өзі қалаған тағамдарды алдырып, дастархан жайдыруы әрине адам нанғысыз ғажайып іс. Мәшһүр Жүсіп жын-періні өз ырзығына бағындырғандай әулиелік қасиетке білімнің арқасында қол жеткізді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Періштелер нұрдан жаратылған, жындар от жалыннан жаратылған, ал адам болса өздеріңе Құранда түсірілген нәрседен жаратылған», деген. Мәшһүр Жүсіптің өмірбаяны қызыққа толы болған. Бұхарда Мәшһүр Жүсіп шығыс медицинасымен және адамзаттың санасы жете бермейтін тылсым күштердің ілімімен әуестенеді. Оған мына 2 уақиға куә болса керек. Біріншісі, белгісіз бір ақсақалдың моншаға түсіруі. Бірде монша іздеп көшеге шықса, алдынан бір ақсақал адам кез болып: «Жүр балам, мына жерде монша бар», деп бастай жөнеледі. Сәл жүрген соң шағындау, көзге қораш бір моншаға келіп кіргізіп, Мәшһүр Жүсіпті шешіндіріп, арқа басын ысып, кәдімгідей жуындырады. Осындайды кәсіп етіп жүрген бір мүсәпір екен ғой, деп ойлаған Мәшһүр атамыз қызмет үшін деп шалға ақша ұсынса, ол алмайды. Ішінен: «Апырмай, шайх адам екен ғой», деп ойлаған Мәшһүр Жүсіп рахметін айтып, сәл былай ұзай бере артына қараса, монша да, жаңағы шал да жоқ. Бұның не керемет екенін түсіне алмаған ол ертеңіне медреседегі ұстазына баян етеді. Ол қуана тыңдап: «Балам, Құдай жарылқаған екен. Сенің барғаның Қожа Бахауеддиннің моншасының орны еді. Саған назары түсіп, шомылдырған өзі болар сірә. Енді саған қасиет қонды. Аузынан шыққан сөздің бәрі лепес қабыл болады», деп қолын жайып батасын беріпті. Екіншісі, жұма күні намаз уақытында сол ақсақалдың жерге 73 деп жазып көзден ғайып болуы. Бұхарда оқып жүрген Мәшһүр Жүсіп бірде жұма намазынан келе жатса, үстінде қара шапаны, қолында асат аяғы бар ақсақал адам алдын кес-кестей береді. «Үлкен кісі ғой, жолын кеспейін», деп Мәшһүр Жүсіп бөгеліп, қол қусырып сәлем береді.
Әлгі ақсақал сәлемаларда қолындағы аса таяғын жерге шанша салады. Басында темірі жоқ жаңағы таяқ жерге қадала кіріп, дірілдеп тұра қалса керек. Кенет таяғын қайтадан қолға алған қария Мәшһүр Жүсіпті үш айналып, о жер бұ жерінен таяғымен түрткілеп, 72-73 деп кері айналып жүре береді. Аң-таң болған Мәшһүр Жүсіп, мына кісі маған 72-73 сағатта өлесің деп кетті ме, деп айран асыр болады. Үйге келіп ұйқыға жатқан соң түсіне әруақтар кіріп мазасын алып шығады. Сөйтіп шалдың айтқан 72-73 сағатын аман-сау өтеді. Енді 72-73 күнде дем таусылама деп күн санауға айналады. Бұдан да сау саламат өткесін, ғұмырының 73 жыл боларына сенеді. Аталмыш оқиғалардан кейін Мәшһүр Жүсіп ақ десе алғыс, қара десе қарғыс болып айтқан сөзі лепес болады екен. Ұлы ойшыл өзінің өлер сәтін болжап, сол сәтке үлкен дайындық жұмыстарында жүргізгені баршамызға аян. Ал енді Мәшһүр Жүсіптің денесінің 21 жыл ашық жатуы әлі күнге дейін жұмбақ. Мәшһүр Жүсіп үлкен баласы Шәрәпе-дегенге: мен өлгеннен кейін 41 жылға дейін денем бұзылмайды. Тірі адам көзі көреді. Серт етем. Тек жаздың ыстық айлары ақыретімді айырбастап отырыңдар. Қыс керек жоқ. Сонда көздерін жететін болады, деп өсиет етеді. Біреулер денесін шіртпейтін арнайы дәрілік шөптер ішкен айтады. Ондай дәрі болса басқа әулиелер, не болмаса бақсылар, тіпті байлар неге қолданбайды екен? Тіпті топырақтың құнарлығында алға тартатындар бар. Қалай болғанда да күн сәулесінің қаншалықты көлемде түсетіні мен зиратының басына шығатын биіктігі 1,5, ені бір кезге таяу, қалыңдығы 20-30 см жалпақ ақтасты қабырғаға ілгізуі жұмбақ күйінде қалмақ. Қалай дегенмен де бұл Алланың әмірімен болған жағдай. Әбілов өз естелігінде: біз барғанда Мәшекең болашақ мавзолей зиратының астыңғы қабатынан лайықталатын бөлме, өзі жататын орнын қазып жатқандардың қасында тұр екен. Қазыңдар, терең қазыңдар, Мәшһүр қашып кете алмайтындай етіп қазыңдар, деп сылқ-сылқ күледі де, және кең қазыңдар, 10-15 адам сиятындай кең болсын, кірпіштері берік қалансын, деді. Тірлігінде ұры-қарылардың, озбыр қиянатшыл аю мінез әкімдердің қара халыққа жасаған қиянатын қызыл тілмен қылыштаған Мәшһүрдің шатағы аз боп па? Тірімде тістері батпаған сол сойқандар мені өз көз жұмғасын өш алуға үстімен ар жаудырып, мәңгүр-нүңкірге тергеттірмей қоймас. Сонда менің мұндағы дұрыстығымды қорғауға бірнеше періштелер келіп кетер. Кең қазыңдар, деп Мәшекең сылқ-сылқ күлді. Қазушылар да күлді, деп жазады. 1927 жылы дүниеге келген Қалиұлы Қаратай Ескелдіде Мұхаммед Фазылды көргенін баяндап берген болатын. Мен және 1926 жылы дүниеге келген Ермек, Қанапия деген екі бала жаяу Ескелдіге келдік. Келсек, мұғалім Мұхаммед Фазыл күрең биесін жегіп келіп, енді кіріп жатыр екен. Есіктен кіргенде бұрышта пеш тұр. Оның бойында Насыбай үккіш тұрды. Қалғандар есінде жоқ. Мұғалім Құран оқыды. Берген ақшамызды алмады. Біз әдейі келдік қой, атамыздың жатқан жерін түрін көрейікші деп өтіндік. Сонда мұғалім: әй, болмадыңдар ғой, көңілдерің қалмасын, деп адам бойы қазылған төменгі жаққа сатымен түсіп шам жақты. Ешқандай да қақпақ көрмедік. Шаммен төмен түсетін жер ортада тұрса керек, деп Қаратай ақсақал сыр шерткен болатын. Ал 1921 жыл дүниеге келген Серік Аманжарұлы: Қасенғали төмен түсіп шамның жарығымен атаның үстіне ақ жаптық. Мен көрейінші деп өтіндім. Содан бірінің үстіне бірін жаба берген ақ маталарды дененің ортан беліне дейін көтердік. Сонда алғашқы жабылған ақ маталарын қурап жерге түсіп жатқан көрген Мұхаммед Фазыл: күнә болар, жерден жинап алайық, деді. Біз солай істедік. Жарықтық атамыздың бет бейнесі сол қалпы жатыр. Бейне ұйықтап жатқан жан тәрізді, деп сөзін аяқтаған болатын. Сөзіміздің дәлелі болу үшін Мәшһүр Жүсіптің немересі Қуандық Фазылұлының әңгімесіне құлақ түрелік. Бала кезден есімде, 1947-1948 жылдар болар. Бейіт ауыз үйден төр үйден тұратын. Төр үйінің есігі қыл үйеттің қақпағындай.
Қақпақты көтеріп ашып сатымен түсетін. Қараңғы. Екі қария дәретін алып түсіп денесіне ақ жабады. Мен баламын. Алдын ала жағып дайындап қойған шамды маған алып бер дейді. Апарып берем. Бала болсам да құлағымда мына бір сөз жақтап қапты. Уәли деген ауылдық кеңестің төрағасы бар еді. Сол қарын тұсын саусағымен басып көріп, бұлпылдап жұмсап жатыр деді. Тек бақайын тырнақтар түсіп қалған екен, дейді. Мәшһүр Жүсіптің немересі Сүйіндік Көпеев марқұм да өз естелігінде. 1946 жылы Сәбит Мұқанов келіп, қабірдің ішіне түскен еді. 1950 жылы өзімде түсіп, денесін сипаған едім. Сонда жадағай жерде жатса да, біртүрлі хош иіс шығып тұрды. Ешбір құрт құмырсқа, көрді жайлап алатын сасық күзен, тышқанның ізі де білінбеді, деп жазған болатын. 1930-1932 жылдар Қазақстанды әйгілі ұлы жұт аштық жайлағаны мәлім. Осы аштықтың салдарын болжай білген Мәшһүр Жүсіп өлерінен бір жыл бұрын өзінің асын бергізіп жаназасын оқытып, жоқтау айтқызған. Иманғали Мәненұлы Құрман-Домалақ деген жерде қыстап отырған Мәшһүр Жүсіпке сәлем беруге келе жатып, жолда сәл жылынып алайын деп бір малшының үйіне соғады. Амандық саулық сұрасып болған соң малшы: кеше Әбжәлап диуана Мәшһүр Жүсіп Көпеевті тосып отырып үсіп қалыпты. Тірі ме, өлі ме, соны білмей дал болып отырмыз депті. Ойбай, Әбжәлап диуана дегенің Қаржас руының ішіндегі жәдігерден тараған Жұматай Тышқанбайұлы емес пе? Деп Иманғали орнынан асығыс тұра бергенде малшы: келген жаңа ғана еді, асығып қайда кеттіңіз? дейді. Әбжәлап диуана үйінен 7 қадам шығып асасын Аллах хақ деп жерге соққанда, қара құсқа айналып ұшып кететін құдіретті күш иесі ғой. Мәшһүр атамның отырған жеріне кеш батпай жетейін деп отырған Иманғали аттанып кетеді. Көп ұзамай Мәшһүр Жүсіп Көпеев түскен шаңыраққа келіп, отырған адамдарға сәлем беріп кіріп келеді. Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің ештеңе болмағандай сәлемін алып: төрге шық, шаршаған шығарсың, деміңді ал, деп өзінің күнделікті орнында отырады. Иманғали шымылдықтың артынан шығып жатқан дауысты естіп құлағын түрсе: я Алла, бар екенсің ғой, намазымды Мәшекең шығаратын болды, ризамын, деп қарқ-қарқ күліп жатқан Әбжәлап диуана екен. Бүгін сен осында қон, ертең азаннан қалмай Әбжәлап та жан берер, жерлеп бірақ қайт, ол да бір Алланың еркесі ғой, деген Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің сөзінен кейін іште 2-3 күн кешігермін деп жоспарлап отырған Иманғали: сіздің айтқаныңыз болады, деді. Бөлмедегі тыныштықты сырттан естілген ащы дауыстар бөліп жіберді. Бұлар Әбжәлап диуананың туыстары болатын. Хабар келісімен тұра шаптық, деп көздеріндегі жастарын жеңдерме сүртіп ішке енді. Ертеңінде азан уақытында Әбжәлап диуана көз жұмды. Мәшһүр Жүсіп Көпеев: ал жігіттер, қайла, күрек алып жер қазыңдар, деген соң лажы бар ма? Иманғали және Қаржастың 2-3 жігіті бар бет қаратпайтын аязда Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің көрсеткен жерді қаза бастады. Қыстың аяғында жер борпылдақ, құм сияқты қазылар деп кім ойлаған? Ештеңеге түсінбеген жігіттер бір-біріне қарап тұрып қалса керек. Мәшһүр Жүсіп Көпеев: кілемді әкеліңдер, деп ортаға кілемге оралған Әбжәлап диуананың денесін көтеріп 4 жігіт те жетті. Құран оқылып болған соң жігіттер кілемді ашса, масқара, кілемде құр кебін ғана жатыр. Астағфиралла, деп тұрғандар ештеңеге түсінбей, бәрі Мәшһүр Жүсіп Көпеевке қарап қалыпты. Сонда қабір басында тұрған ақсақалдардың бірі: ойбай-ау, жаңа ғана болған мәйіт қайда кетуі мүмкін? Деп кілемге жақындай бергенде бірнеше ақ шағала құс ұшып келіп, жұртты мазасын алса керек. Қыстың қақаған аязында өз-өздерімен құс қуып, әуре сарсаңға түскен жұртқа қарап Мәшһүр Жүсіп: Әбжәлаптың денесі қабірде жатпас, Мәшһүрдің денесі 41 жыл бүлінбес, деп басын шайқаса керек. Авторы Жанаргүл Қадырова, Баянауыл. Оқыған Лаура Қосыбаева. Ақпарат Алаш айнасы КЗ сайтынан алынған.